Қазір барлығын қолдан жасауға болады демекші, осындай әдемі топперді де қолдан жасауға болады. Ол үшін бізге шаблондар керек болады. Бұл шаблондар менің тегін телеграм-каналымда бар, сол жерден алсаңыз болады. Двухсторонний скотч, горячий клей, қайшы және де шпажкалар, ленталар керек болады. Өйстіп шпажкамызды дәлдеп, астына двухсторонний скотчтың көмегімен жабыстырып аламыз. Өйстіп әдемілеп қиып, сразу горячий клейді де қолдансаңыздар болады. Өйстіп барлығын жабыстырып алып, содан кейін үстіне кішкентай бөлік қағаз жабыстырамыз. Немесе сіз жұқа бетке шығарсаңыз, граммовкасы аздау болса, онда сіз бұндай шаблоннан екеу қиып алыңыздар, сөйтіп бір-біріне жабыстырып саласыздар, беттеп жабыстырып аласыздар. Мен осылай кішкентай ғана қағаз қолдандым, шпажканың басы ғана көрінбей тұру үшін, өйткені менің шығарған бетім 260 граммдық қатты двухсторонний глянцевый бет болғандықтан. Өйстіп кішкентай бөлігімен горячий клейді жабыстырып алдым. Өйстіп бәрін келтіріп, жабыстырып, сонда осындай әдемі топперіміз шықты. Енді осының астына мен лента байлаймын. Лентаны алдымен бантик қылып жасап алып, горячий клеймен үстіне бекіттім. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша лентаны басқаша әдемілеп байласаңыздар да болады. Страздар қолдансаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша жасаңыздар. Лентаның астыңғы жағын қиғанда екі жағын біріктіріп, осылай бірдей қып келтіріп, сосын үшбұрыштап немесе қиғаштап қисаңыздар болады. Сонда осындай әдемі болып шығады бантигіңіз. Енді осыны өйстіп дәлдеп, әдемілеп келтіріп алып, өйстіп горячий клеймен жабыстыра саламыз. Назарларыңызға рахмет, сіздермен бірге болған әсем. Осындай әдемі біздің топперіміз шықты.